Инстаграмға бір сторис или видео салып, бір комментарий оқи қалайыншы дейсің ғой. Астына қойсын да адамдар логикаларын көріп, дейсің ғой. Енді алдында айтылғандай, бұл салынып жатқан видеолардың барлығы кезінде түсіріліп қойған видеолар ғой. Енді көбісі айтады, бірінші триместр ол ең қауіпті триместр деп айтады ғой. Қазір енді ішім шығып бастап жатқаннан кейін адамдар уже байқап қояды ғой, несіне жасырамын деген сияқты. Кейін саламыз деп түсірілген видеолардың бәрін салып жатырмын да, естім адамдар немене, енесі бір кезде орамалда, бір кезде орамалда емес деп. Енді әркімнің өзінің шешімі ғой. Ол кезде орамалда болды, қазір орамалда емес. Ол видеолар бұрын орамалда кезде түскен видеолар. Соны неге бүйтіп адамдар түсіне қалмайды деймін да. Мен кеше аяғым ауыр деп, мынаны бүйтіп ішпен бүйтіп шығара салмаймын ғой. Соларды салып жатсам, адамдар андай қылып жазады да. Ана бөліп уже шығып кеттім ғой. Әйелдер жазып жатады соны, блин, логика қайда? Бізде ең топ сұрақтар. Әкесі қайда? Әке-шешесі келмей ма? Туысқандары келмей ма? Сұрау жоқ па? Ұзату болмай ма? Үйтпей ма? Бүйтпей ма? Деген нәрселер. Егер менің әке-шешелерім көрінгісі келіп баратса, көрінеді. Мен сіздерге салам ол нәрсені. Қазір салмай атсам, онда қазір жағдай солай болып тұр деген нәрсе ғой. Ешкім айсыға қарсы емес. Үйдегілердің. Оны уже айтып шашадым. Той ұзату болмайды. Қазақстандағы той ұзатуы болмай жатқан біз ғана емес. Біз қазір той болмайды десек, онда бізге өзі ыңғайлысы сол болып тұр. Біздің әке-шешеміз бір бай адамдар емес. Тойларын жасап беретін бізге. Біз жасасақ, өзіміз жасаймыз. Біз ойландық, босқа ақша құртқанша, оны керек нәрсемізге алмаймыз. Енді баламыз туылайын деп жатыр. Ертең оның болашағы бар деген сияқты сондай нәрселермен біз той жасамаймыз деп шештік. Ертең Құдай қаласа ақша басып баратса жасармыз. Біріміз баламыз бола ма? Қазір айтсаңыз да болады енді. Той, құдалық ештеңе болмай, табасын үйіне де кіріп алдым. Бізде бұрын үйленбей тұрып негізі сондай келісім болған. 1-2 ай тұрамыз деген. Бірақ ұзатудан кейін деп естедік та, ұзату болмайтын болды. Сол үшін біз 1-2 ай тұруға келдік. Навсегда қалып кетейін деп жатқан жоқпыз, просто біз уақытша 1-2 ай тұруға келдік. Сол. Біз қазір бірінші скринингке келдік. Бізде андай бір келісім бар. Біз барлық УЗИ-ға, скринингке бірге келеміз, иә? Бірге береміз. Келісім ба? Иә. Мен келісім, мен айтқан келісім. Хорошо. Солай келеміз. Бірге көреміз баламыздың қалай өсіп жатқанын барлығын. Оны енді қазір салмаймыз, енді кейін саламыз. Салып салмаймыз уже. Корейский көк. Баршаңыз қайырлы кеш. Бүгін бізде үйде ушу, тайквондо. Бүгін бізде үйде рыбный день. Рыбный день бізде. Неме қанша? В общем, үйде бүгін бүкіл әулетті жиналып жатырмыз. Бүкіл әулет үйде бүгін. Балық жеймін, балық, пиццамен балық жейміз. Бүкіл әулет үйде. Жеңгемнің қарындасы. Шыңғысы той ше. В общем, міне балық жеймін деп жатырмыз. Балық болып жатыр. Үйде адам деген лық тола. В общем, солай. Блогермін ғой, блогер. В общем, сол. Бізде вечеринка, бізге ас болсын. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Ауа райы тағы да құбылмалы бүгін. Алматы суық болып тұр. Кеше түнімен ауырдым. Сонымен бүгін таңертең сонда да уәде еткен жеріме барып, интервью беріп, сұхбаттар болып, өзім достарым алды. Сұхбаттың барлығын өзім ашылып, біраз нәрсе айтып қойдым. Сөйтіп мына жерге келдім. Қараңыздар, қандай ауа райы бұзылып кетті. Солай, так барлығы жақсы, бастысы тіріміз, денсаулығымыз жақсы. Тұмау, бұл тұмау деген әшін кішкентай нәрсе ғой. Аман болайық, бар болайық. Ауырмаңыздар.